Мәжілістің депутаты Ардақ Назаров ажырасқандарға салық салу туралы ұсыныс айтқан болатын. Депутаттың бұл ұсынысы көпшіліктің тарапынан қолдауға ие болмады. Оған ашық қарсы шығып өз пікірін білдіргендер де болды, қолдағандар да болды. Алайда Дана Нұржігіт бұған ашық қарсылық білдірді. Дана Нұржігіт ханымның не айтқанын қараңыздар. Ардақ Назаровтың депутаттық сауалын тыңдадым. Несіне таңғаламыз? Дана Нұржігіт үшін Ардақтың ұсынысы қабылданбайды. Жалпы қоғамда ажырасқандар туралы пікір осындай. Кең дүниеге сыя алмаған жамандар, соңғы трендтерге ергендер, жалғызбасты әйелдің етегін я ел ашады, я жел ашады. Соны біле тұра, өтірік статусқа 200-ді өмірге бара алмайтын өзім тәуекел еттім кезінде. Еш өкінбеймін. Оңай емес. Ұл баланы жалғыз көтеру, әке де шеше де болу. Бірақ екеуі ара мұз болған жерде балаға қандай махаббат бере аласыз? Өтірік 200-лік нормаға айналған жерде не жақсылық болады? Ал физикалық қысым, күнде жанжал бар жерде ше? Бірде-бір адам ажырасамын деп қосылмайды. Әртүрлі жағдай, себеп бар. Тіпті бас жарылып көз шықпай тұрғанда өлімге дейін жеткізбей ажырасқан дұрыс дер едім. Саналы ата-ана баланы осы жағдайда да дұрыс өсірудің жолын табады. Оған тек тәрбие, мәдениет, түйсік жетсе әрине де. Бұл отбасы институтын түбегейлі әлеуметтік зерттеуден, сараптаудан өткізу керек деген сөз. Соған қарай неке және отбасы кодексін қайта қарау керек деген қызыл белгі бұл. Ал ажырасқандарға салық салу керек дегені тіпті абсурд. Адамды еркінен тыс қасыңда ұстау, салыққа ұшыраймыз деп ажыраспау ма бұл? Ақылға сыймайтын мәжбүрлеу мынау. Адам құқығы қайда қалды сонда, депутат мырза, деп жазған болатын Дана Нұржігіт. Әрине, Ардақ Назаровтың айтып отырғаны бұл жерде еліміздегі ажырасқандардың санының тым көбейіп кеткендігін және оны азайту деген жаңағы ұсынысы. Егер салық салатын болсақ ажырасқандарға, онда елімізде ажырасу көрсеткіші әлдеқайда төмендеу мүмкін деген еді. Ал Дана Нұржігіттің айтып отырған мына уәждерінде өздеріңіз тыңдадыңыздар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар өздеріңіз? Ажырасуды тоқтату үшін осындай салық салу тиімді ма? Күштеп. Әлде Дана Нұржігіт ханымның айтып отырған әр адам өз болашағын, өзінің тағдырын, өзінің еркін өзі таңдауға құқылы ма? Әрине біз қазір демократиялы мемлекетпіз дейміз өзімізді. Қалай ойлайсыздар сіздер, кімді қолдайсыздар? Ардақ Назаров дұрыс айтып отыр ма ұсынысы, әлде Дана Нұржігіттің ұсынысы дұрыс па? Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийге жазып қалдырыңыз.